Сиырды қалай созылған көрдіңіздер ме? Бәріңе сәлем. Менің атым Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз тез әрі оңай дайындалатын таңғы ас дайындаймыз. Бізге керегі осындай ірімшік. Менің ірімшігім ол қолдан жасалған ірімшік, яғни домашний творог, бір жұмыртқа, сиыр және де көк жуа. Және ең керегі бізге осындай лаваш. Ең алдымен ірімшігімізді мұзға салып, оны осындай шаңышқымен езіп шығамыз. Кейін осындай ірімшігімізді алып, яғни сиыр, кез келген өте дәмді сиыр алсаңыздар болады. Оны осылай үкіштен өткізіп аламыз. Сізде үйде неше адам бар, неше адамға жасағыңыз келеді, соған байланысты аласыздар. Мен қазір 2-3 адамға жететіндей порция жасаймын. Енді осыны жаңағы ірімшігімізге саламыз. Енді көк жуамызды кішкене турап аламыз. Көп керек емес, дәміне қарай. Көк жуаның орнына укроп немесе петрушка қоссаңыздар болады. Осылай кішігірім етіп турап аламыз. Енді осы жуамызды осымызға саламыз. Бір жұмыртқа қосып араластырамыз. Дәміне қарай бұрыш және де шым-шым тұз қоссаңыздар болады. Енді осыны жақсылап тұрып араластырамыз. Шетке қоя тұрамыз. Енді жаңағы лавашымызды аламыз. Егер де 4 бұрышты лаваш болса, тіпті жақсы, не осындай домалақ болып шықты. Содан ашамыз. Және де 2 штук алаттырамыз. Осылай зүлеп кесеміз. Пышақпен кессеңіздер де болады. Менде осындай кухняға арналған қайшым бар. Осындай тамақтарды кесетін. Сонымен осылай кесіп аламын. Міне дайын. Енді бір-бірден алып, біздің салмамызды саламыз. Осылай салсақ болады. Видеода көрсетілгендей жасаңыздар. Осылай 3 бұрыш қылдырып жасаймыз. Осылай 3 бұрыш шығады. Қазір тағы біреуін жасап көрсетем, кішкене жақынырақ. Осылай салмамыз біткенше қайталаймыз. Осылай шығады. Бізде осылай конверттерімді дайындап алдым. Міне 4 кішкентай және 4 үлкен
болып шықты. Қазір осыны қызып тұрған табаға пісіріп аламыз. Табамыз қызып тұрды. Маған негізі майсыз жасау ұнайды. Егер қаласаңыздар, үстіне сұйық май қосып, солай қуырсаңыздар болады. Мен осындай майсыз жай қуырып аламын. Ішіндегі ірімшігіміз езілу үшін. Сонда және де лавашымыз кішкене қатылау болу үшін, қытырлақ болу үшін осылай табаға қыздырып аламын. Егер де сіздер кәдімгідей қуырғыларыңыз келсе, сұйық май құйып, қуырып алсаңыздар болады. Енді өз қалауларыңыз бойынша. Осылай әр жағын 1-2-3 минуттай қуырып аламын. Яғни қыздырып аламын. Міне, біздің таңғы асымыз дайын болды. Ал енді дәмін көрейік. Сиырды қалай созылған көрдіңіздер ме? Өте дәмді. Ешқандай майы жоқ. Осы құрғақ пісірсеңіздер, пайдалы ПП вариантта болады. Өте дәмді, лавашы қытырлақ. Маған ұнады. Және де өзіңіздің сүйікті сусыныңызбен ішсеңіз өте керемет таңғы ас болады. Осындай таңғы ас жасап, өз жақындарыңызды қуантыңыз. Баршаларыңызға рахмет. Менің осындай рецептім ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға рахмет. Егер де осындай форматтағы видео ұнаса, міндетті түрде айтып жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Диана, келесі видеоларда көріскенше. Рахмет.